Сәлем достар, сіздермен бірге Дәуіт. Біраз уақыттан кейін қайтып келдім. Алдыңғы видеода мына жерден көре аласыз, компьютерде қалай жасау керектігін көрсеткем. Android бағдарламасында осындай субтитрді қазақ тілінде қалай тегін жасаймыз. Ол үшін бізге видео түсіріп алу керек. Сосын өте төмен разрешение аламыз. Енді қара түсте аламыз. Тек қана дауысымыз естіліп тұратындай. Сосын Captions деген бағдарламаны көшіріп аламыз. Басқа Captions'ты көшірмеңіздер. Сосын қазақ тілін таңдаймыз. Субтитр жасаймыз, импорттаймыз. Үстіндегі водяной знакты алып тастау үшін наложение басқаннан кейін маскамен алып тастаймыз. Болды. Достар, бұл бағдарлама CapCut'қа қосымша. Ол бағдарламаны Play Market'те табу өте қиын. Сіздерге сілтемені мен Telegram арнама қойып қоямын. Telegram арнама тікелей сілтеме описаниеда сипаттамада болады. Содан кіріп алсаңыз болады. Мен күттім CapCut'қа қашан қосады қазақ тілін деп. Приложение. Олар бартта про версия қылдырып жіберді. Шектеулі субтитр жасау. Сондай үлкен мәселе болып жатыр. Сол себептен біз қосымша бағдарламаны қолданып істейміз. CapCut мен ойлағандай күшті нәрсе істемеді қазақ тілі үшін. Бірақ бәрі осындай бағдарламалар арқылы субтитр жасай аламыз. Қазақша контент дамиды. Сол қазақша контент даму үшін маған тіркеліп кетіңіздер. Тағы да видеолар болса осындай түсіретін боламын. Субтитр бойынша менде мына жерде қараңыз, плейлист бар үлкен. Сол жерден кіріп көрсеңіз болады.